Түркістан облыстық мәслихатына Келес ауданынан сайланған халық қалаулылары Басымбек Бақыт Мүсірәліұлы мен Жаңабай Ағабеков аудан тұрғындарымен есепті кездесу өткізіп, халықтың өтініштері мен ұсыныс пікірлерін тыңдады. Есепті жиынға облыстық мәслихаттың әлеуметтік мәдени даму, мемлекеттік құқық, жергілікті өзін-өз басқару және депутаттық этика мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Алмас Алтайұлы Сәлемов, аудан әкімінің орынбасары Дәурен Сәриев және аудандық мәслихат депутаттары, ауылдық округтың әкімдері мен орынбасарлары, дербес бөлімдердің басшылары және тұрғындар қатысты. Келес ауданы ауыл шаруашылығымен айналысады. Ауыл шаруашылығына қазір ағын су мәселесін көтерілді, және де қашыртқы мәселесін көтерді. Қашыртқы мәселені осы наурыз айынан бастап жаңа қашыртқыларды тазалауға атсалысуға әкімшілік уәдесін берді. Және де көп мәселе мектептерді салуға, бір 4 мектебіміз өткен жылы проектісі бітіп қалып, қазір корректировка жасалып жатыр. Ол корректировка биыл Құда қаласа ол мектептерге де қаражат қойып, мектепті салуға атсалысамыз. Көп мәселелер шешімін тауып жатыр. Мына Шошым каналына проектілер бітті. Оған да қаражаттар республикадан бөлініп, жаңағы биыл жұмысты бастайды. Осындай мәселелер көтерілді. Жақында ғана барлық ауыл әкімшілігімен аралап, жаңағы мектептерді аралап, мектептерді ескі мебельдерін ауыстырып беруге, және де біраз жерде террасы су көтеріліп кеткен жер, соны мектептің дренажын салуға атсалысамыз деп отырық. Барлық уақытта халықпен кездесуге мен дайынмын. 16 жылдан бері халықты көшірумен айналысып келемін ғой. Бұл халық енді мына жерде айтады, ойбай, көшіп барған азаматтар қайтып кетіп жатыр, өйтіп жатыр. Барып жайғасып үлкен жетістікке жетіп жатқан азаматтарымыз баршылық. 10-20% қайтып келіп жатқан несі жағдайы жасыратын несі бар. Өткен жылы Шығыс Қазақстан облысына жаңа Көршім ауданы мен Марқакөл ауданына апарып жайғастырдық. Олар жағдайы жақсы, үлкен жетістікке жетіп жатыр. Барған азаматтарымызға мал да берді, және де жерін берді, қысты күнге отын түсіріп берді, шөбін шауып берді. Шығыс Қазақстандағы Марқакөл мен Көршім ауданының азаматтарына мыңда бір рахметімді айтамын. Мен осы көшті мен бастағам. Енді бәрі жүрген жерде айтады ғой, сіз осы көштің авторысыз дейді. Мен алып бармасам да, міне жерде халықта 100-200 мың теңгесімен барып қайтуға өте ауыр тиеді ғой азаматтарға. Сол үшін мен жылда автобус жалдап алып барып, жайғастырып, көрсетіп қайтып, барған екен өзі солтүстікке барып жайғасып, өзінің ары қарай арабасын сүйретіп кету өзінің мойнында. Биыл Құда қаласа мен өзім бір жаңа автобус алып қойдым. Солтүстік Қазақстанға, Қостанайға, Павлодарға, Шығыс Қазақстанға, Абай облысына, Ұлытауға, осы 6 облысқа автобустармен апарып, бір айландырып, халықты көрсетіп қайтуыма атсалысам. Жиында тұрғындар ауданда су қашыртқыларының толуы салдарынан егістік жерлер тұзданып жатқандығын айтты. Тиісінше аудан әкімдігі сәуір айында су қашыртқыларына тазалау жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеді. Аталған мәселені депутаттар бақылауға алды. Сонымен қатар жиында мұрагер мектебіндегі 56 мұғалімнің айлық мәселесі айтылды. Депутат Алмас Сәлемов мамыр айына дейін білім ордасы қызметкерлерінің еңбек ақылары толық берілетінін айтты. Сонымен бірге кездесуде тұрғындар тарапынан жаңа мәдениет үйін салу, мектеп салу, елді мекендердің ішкі жолдарына күрделі жөндеу жүргізу мәселелері де көтеріліп жатты.